Сәлем достар, біздер бүгін осындай қатпарлы нан жасаймыз. Өте дәмді, үйдегілерге қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Ең бірінші менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең бірінші ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жылы сумен қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болады, кішкене тындырып қоюға қоямыз. Тынып тұрған қамырымызды алып, екіге бөліп, оны еттің нанын жайғандай етіп жаямыз. Жұқалығы да дәл сондай болуға тиісті. Міне жайылып болды. Осының бетіне еріген сары майымызды жағып, майымызды толығымен жағып болғаннан кейін бетіне туралған укроп, петрушка және көк жуаны салуға болады. Салмасы өзіңіздің қалауыңызша. Оның бетіне екінші қамырды салып, оның да бетіне майларымызды жағып, барлығын жіңішке етіп, осылай көріп тұрғандарыңыздай бөліп шығамыз. Бөлген қамырларымызды рулет секілді етіп ораймыз. Мінекей осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Менде 5 бөлік шықты. Мінекей осындай болып шықты. Осы дөңгелеткен нанымызды үстінен басып, оқтаумен немесе қолымызбен қаттырақ басып жайып шықсақ та болады. Жайып шыққан нандарымызды духовкада 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз дайын, өте тез. Ештеңені күтудің қажет жоқ. Нанымызды басамыз да жасай саламыз. Барлығыңызда жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды ас. Және мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.